Ғалымдарымыз салихалы ұрпақ көру үшін мынандай насихат береді. Кім күнделікті Али Имран сүресінің 38-ші аятын оқып жүретін болса, және де қосымша түнде тахажжудтан кейін, яғни 2 рекат тахажжуд намазын оқып, 11 рет осы аятты оқитын болса, онда ол кісіге міндетті түрде Алла Тағала салихалы перзент, салихалы ұрпақ береді екен. Ол дұға қандай дұға? Хуналика даа Закария Роббаху қала Робби хабли мин ладунка зурриятан тайиба. Иннака сами'уд дуа. Яғни Али Имран сүресінің 38-ші аятында айтады. Сол арада Закария Раббына жалбарынып, Раббым маған өз қозыңнан игі ұрпақ бер. Шексіз сен тілекті естушісің деген. Яғни осы Рабби хабли мин ладунка зурриятан тайиба иннака сами'уд дуа деген аятты дұға ретінде көп қайталап оқып жүрсеңіздер, тахажжуд намаздан кейін 11 рет айтып отыратын болсаңыздар, иншалла ұрпақ салихалы перзент ұрпақтар нәсіп етеді екен.